Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 workbook page 79 language focus practice тақырыбындағы жаттығулардың жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Яғни бұл 79-ші беттегі жаттығулар бізде өткен шақ past simpleға байланысты берілген жаттығулар. Сабақты бастамас бұрын, елі сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Now let's begin exercise 1. Write the past simple form of the regular verbs. Төмендегі берілген дұрыс жетістіктердің өткен шақтағы формасын жаз дейді. Біз өткен шақтағы формасы қалай болады берілген жетістіктердің. Біз дұрыс жетістіктерде өткен шақтағы формасын жасау үшін де немесе иде жалғауларын жалғаймыз. Stop, stop it. P әрпімен аяқталып тұрғаннан кейін double P жазылады. Next, listen, listen it. Try, try it. Y әрпі I әрпіне айналып кетеді. Play, play it. Бұл жерде Y әрпі I әрпіне айналып кеткен жоқ, себебі Y әрпінің алдында A әрпі дауысты дыбыс болып тұр. Drop, drop it. Double P. Want, want it. Cry, cry it. Y әрпі I әрпіне айналып кетеді. Stay, stay it. Dance, dance it. Learn, learn it. Next, exercise 2. Write the past simple form of the irregular verbs in the brackets. Жақшаның ішіндегі бұрыс жетістіктердің өткен шақтағы формасын жаз дейді. Now let's begin. B. Жақшаның ішіндегі B, бұл жерде B деген етістіктің өткен шақтағы екі формасы бар. Өткен шақта was немесе were болады. Біз жекеше түрде was қолданамыз. I was, he, she, it was болады. Қалған уақытта you, we, they деген есімдіктермен біз were деген етістікті қолданамыз. Сонымен I was, you went, she had, we were, it got, they spoke, we had, you were, I did, we read. Next, exercise 3. Complete the sentences using the past simple form of the verbs in the brackets. Жақшаның ішіндегі етістіктерді пайдаланып, берілген сөйлемдерді өткен шақта жаз дейді. Now, the first sentence. We played football last week. Өткен аптада біз футбол ойнадық. Second, I did my homework with a friend. Мен үй жұмысын досыммен бірге орындадым. Laika and Sven didn't read the news. Now exercise 3. Complete the sentences using the past simple form of the verbs in the brackets. Жақшаның ішіндегі етістіктерді пайдаланып берілген сөйлемдерді өткен шақта жаса дейді. We played football last week. Өткен аптада біз футбол ойнадық. I did my homework with a friend. Мен үй жұмысын досыммен бірге орындадым. Laika and Sven didn't read the news. Laika мен Sven жаңалықтарды оқымады. We met the team at the sport center. Біз спорт центрде топты көрдік. Our teacher didn't check our essays yesterday. Біздің мұғалім кеше біздің жазған эссейлерімізді тексермеді. My friends were at school very early this morning. Менің достарым бүгін азанда мектепте өте ерте болды. She didn't walk to the hospital. Ол ауруханаға бармады. He had a sandwich for lunch. Ол түскі асқа сэндвич жеді. Now exercise 4. Order the words to make questions. Write short answers using the past simple. Яғни төмендегі берілген сөздерден өткен шақта сұраулы сөйлем жаса дейді. Мысалы, did you see Beauty and the Beast? Сен сұлу және де құбыжықты көрдің ба? Yes, I did. Я көрдім. Яғни дидпен басталатын сұрақтарға сіздер қысқаша yes немесе no деп жауап берсеңіздер болады. Сонымен қалай болады? The first. Did your brother send you an email? Сенің ағаң саған хат жіберді ма? Yes, he did. Did Sabit's parents give him a birthday present? Кімнің? Сәбиттің ата-анасы оған туған күніне сыйлық берді ма? No, they didn't. Did Алтынай dance well in the dance competition? Алтынай би жарысында жақсы биледі ма?
Yes, she did. Did your teacher lend you his pen? Сенің мұғалімің саған ручкасын берді ма? Yes, he did. Did you run to the park? Сен паркке жүгіріп бардың ба? No, I didn't. Жоқ. Now exercise 5. Complete the WH questions in the past simple. Төмендегі берілген жауаптар сөйлемдерге қарай отырып, арнайы сұралы сөйлем құрастыр дейді. Яғни бұл жерде арнайы сөздер пайдалану керек. What, where, WH пен басталатын. Yes. What, where, when деген сияқты. Сонымен қандай сұралы сөйлемді құрастыруға болады? The first. Where did you stay last night? Кеше сендер қайда тоқтадыңдар? I stayed at my sister's house. Мен әпкемнің үйінде тоқтадым. Next. Second. When did you visit Almaty? Сен Алматыға қашан бардың? I visited Almaty last week. Мен Алматыға өткен аптада бардым. Who did James meet at the airport? James аэропортта кімді кездестірді? James met his friend. James оның досын кездестірді. Which book did you read the last week? Өткен аптада сен қандай кітап оқыдың? I read a book by Charles Dickens. The fifth. How many poems деп алсаңыздар болады? Қанша өлең? Немесе what did they write for homework? Үй жұмысына олар не жазды? Немесе how many poems did they write for homework? Олар үй жұмысына қанша өлең жазды деп сұрақ қойсаңыздар болады. Жауабы they wrote 2 poems. Олар 2 өлең жазды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.